2017 жылдың 12 сәуір күні шыққан тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы халқымыздың қызу қолдауына ие болған маңызды ерекше жоба. Еліміздегі саяси реформалар мен экономикалық жаңарулардың логикалық жалғасы. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз атқарар істерден озып жүруі, одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс деген елбасы сөзі алдыңғы 30 елдің қатарына қосылу және мәңгілік ел болуды мұрат еткен еліміздің әрбір азаматының санасына ой салып, жігерін жанитын қағида екені сөзсіз. Ауданымызда күні бүгінге дейін рухани жаңғыру мақаласы аясында көптеген игі шаралар атқарылуда. Халық әртісі Хадиша Бөкееваның 100 жылдығы тойланып, той дала қызықтарымен жалғасын тапты. 1997 жылы мектеп бітірген жалпақталдық түлектер ауылға кіреберіс жолға жалпақтал атау белгі орнатып, жарық шамдарын қойды. Ауылда әр жылға мектеп бітіргендеріне 20 жыл болған түлектер өз қолтаңбаларын қалдырып, үлестерін қосып келеді. Бұл үрдіс 2013 жылы 1969 жылғылар жаңа алан мен субұрқақ салуды бастаса, кейін 1977 жылғылар орталық саябақ ішінен өз қаражаттарына футбол алаңын жасақтады. 1978 жылғы түлектер балалар ойын алаңын салып, ел игілігіне берілсе, мектепті 1996 жылы бітірген түлектер ауылға «Менің жүрегім жалпақтал» атты композициялық жазуды тарту етті. Көктерек орта мектебін 10 жыл бұрын бітірген түлектері ауылға кірер күре жолға Көктерек ауылы белгісін орнатса, Тереңкөл орта мектебін 20 жыл бұрын бітірген түлектері «Менің жүрегім Нұрсай» атты әсем жарнаманы сыйға тартты. Ғали Бегалиев мектебінің 20 жыл бұрынғы түлектері ауыл бүлдіршіндеріне ойын алаңын тарту етсе, Орал қаласында тұратын кәсіпкер Абзал Саралиев Әжбай ауылына балалар ойын алаңын сыйға тартты. Бірік мектебінің 1997 жылғы түлектері 100 бүлдіршінге сыйлықтар тарту етсе, Бостандық мектебінің 20 жыл бұрынғы түлектері «Менің жүрегім Бостандық» әсем жарнаманы сыйға тартты. Елбасымыз рухани жаңғыру мақаласындағы «Туған жер» бағдарламасында туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс деп жазылған болатын. Осы мақсатта жерлесіміз социалистік еңбек ері Ыбырай Сауановтың туылғанына 130 жыл толуына орай еңбек ері атты әдеби кеш оздырылды. Аудандық жастар қоғамдық бірлестігі жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жүрекке жылу сыйлаған мейірімділік атты қайырымдылық кеші өткізілді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру мақаласындағы «Туған жер» бағдарламасы аясында бастау алған Шарафуддинов, Тайманұлы, Өтемісұлы, Сәтбаев, Құрманғазы, Әуезов көшелерінде көше тойы мерекесі өтті. Ғұмар Қараш ізімен атты тарихи танымдық экспедиция құрылса, экспедиция сапары Қароба Қошанкөл, Нұрсай Күйгенкөл, Жәнібек хан ордасы, Көктерек Жалпақтал, Бостандық Казталов ауылдарын қамтыған болатын. Туған жер бағдарламасы аясында Тереңкөл, Қошанкөл, Болашақ, Бостандық, Әжібай, Талдықұдық ауылдық округтерінде жерлестер форумы ұйымдастырылса, Жалпақтал ауылында туған жерін тұғырын, туған елін қыдырын атты облыстық жерлестер форумы өтті. Бүгінде Ақпатер ауылдық округінде демеушілердің күшімен 4 миллион 500 мың теңге қаражаттың жұмысы атқарылып отыр. Атап айтар болсақ, Ұлы Отан соғысы және социалистік еңбек еріне арналған лайтбокс орнатылса, «Менің жүрегім Ақпатер» белгісі жасалды. Ауыл ішіндегі бірнеше көшелерге 18 жарықшам және 6 түрлі мазмұндағы билборд орнатылып, 6 көшенің атаулары жаңартылды. Бұнымен қоса, Ақпатер ауылында 10 соғыс ардагері тұрған үйлерге мемориалдық тақта орнатылды. Ауданымызда 2018 жылы елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында құны 90 миллион теңге қаражатқа 43 жоба жүзеге асырылып, халық игілігіне медицина ғимараты, спорт алаңдары, батырлар аллеясы, жарық диодты жазулар, ауылдардың кіреберіс белгілері табысталды. Осы мақала аясында аудандық шығармашылық және жаңа технологиялар орталығында жас ақындар үйірмесі, Кенжебек Мендалиев мектебінде мұра жас ақындар сыныбы ашылып, көптеген оқушылардың өлең жырға деген қызығушылығын арттырды. Сонымен қатар,
Қызғалдақ көктем тюльпанная весна фестивалі және эстрадалық әндерді орындаушылардың бірінші халықаралық байқауы алғаш рет Қайынды ауылдық округі аумағында оздырылды. Рухани мәдениетті дамыту бағытында жаңарған әндер жаназыға атты аймақтық ретро фестивалі және Астананың 20 жылдығына арналған 16 округтың ән фестивальдары оздырылып, өлкемізден шыққан ақындардың шығармашылық жолын зерттеу мақсатында арнайы оқулар өткізілді. Елді мекендерде фельдшерлік-акушерлік пункт, балалар ойын алаңдары, ауыл көшелерін абаттандыру, саябақтар мен алаңдар салынып, мектеп ішінен өлкетану музейлер жасақталынып, жарық-диодты композициялар орнатылып, субұрқақтар іске қосылды. Бағдарламалық мақаланың Атамекен кіші бағдарламасы шеңберінде ауданымызда атымтай жомарт азаматтарымыздың көмегімен, атап айтар болсақ, Сарғыдық ауылында Нұрлыбай Жолдыбаевтың, Әжбай ауылында Ағайынды Сыралиевтердің, Ақпатер ауылында Самат Хасановтың демеушілігімен фельдшерлік-акушерлік пункт салынып, қазіргі кезде халық игілігіне қалтқысыз қызмет етуде. Елбасымыздың қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі тапсырмалары көптеген жобаларды тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік берген болатын. Осы мүмкіндікті тиімді пайдалана отырып, ауданымызда қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру жобасы бойынша тиісті жұмыстар атқарылып, жаңа әліпбидің нұсқасын халыққа түсіндіру жұмыстары уақытылы жүргізіліп келеді. 2019 жылға жобалық құны 101 миллион теңге құрайтын 60 жоба жоспарланып отыр. Осының ішінде Атамекен кіші бағдарламасы аясында демеушілер мен меценаттардың қаржысы есебінен 2019 жылға 78 миллион теңгеге 38 әлеуметтік жоба жүзеге асырылғалы отыр. Оның ішінде ауылдарды көріктендіру, әлеуметтік нысандарды жаңа заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету, қайта жөндеу, бастауыш мектеп құрылысы іспетті ауқымды жұмыстар атқарылатын болады. Бүгінде басқа да бағыттары бойынша 22 жобаның тізімі жасалды. Оны жүзеге асыруға 23 миллион теңге қаражат қарастырылуда. Тұңғыш президентіміздің ұлы даланың 7 қыратты мақаласы елдің рухани өркендеуіне үлкен серпін берді. Бұл ретте жас ұрпаққа рухани тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды бойға сіңіру мақсатында кешенді жұмыстар жоспары жасалып, іске асырылуда. Сана сезімі биік, дүниетанымы кең, мәдениеттің, салт-дәстүрдің құндылығын түсінген адамға бұл мақалада ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп өтер бағыт жолы айқындалған. Отанды сүюдің іргетасы алдымен туған жерге деген сүйіспеншіліктен қаланады. Туған жер бағдарламасын жүзеге асыруға жүрегі қазақпын деп соққан әр азамат өз үлестерін қосуы керек. Ауданымызда осы кезге дейін атқарылған жұмыстар ұшан теңіз. Бірақ жасалған жұмыстарға тоқмейілсімей, жастар жылында жаңа жобаларды жүзеге асырып, жылымыздың жақсылықтарға толы боларына сеніміміз мол.